Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай сарыөктен пирог жасайтын боламыз. Немесе орнына шабдалдан да жасасаңыздар болады. Өте жылдам дайын болады. Жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көріп, арнама тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Алдымен ыдысыма 4 жұмыртқаны жарып алдым. Одан соң үстіне құмшекерді салып, жақсылап 2 есе аппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Миксердің жылдамдығын әр минут сайын көтеріп отыру керек. Осылай 2 есе болып көтеріліп аппақ болып шығады. Одан соң үстіне мен ванилинді кішкене ғана дәм шықсын деп шым-шым қостым. Одан соң ұнды және разрыхителді қосып, осылай төменнен жоғарыға қарай қасықпен немесе осындай күрешемен араластыру керек. Ұнды бірден салмай 2-3 бөлікке бөліп қосып отырамыз. Осылай төменнен жоғарыға қарай видеодағыдай араластыру керек. Барлық құрамның мөлшерін описаниеге қалдырып кететін боламын. Одан соң табамызды майлаймыз, немесе мен сияқты пергамент қолдансаңыздар болады. Тестамызды бір келкетіп құйып, үстіне осы сарыөрікті немесе шабдалыны қойып шығамыз. Жемісті қалауыңызша тек бетіне ғана емес, тестамен де араластырып құйсаңыздар болады. Және де бұл пирогқа алмұрт, алма, банан секілді басқа да жемістерді қолдансаңыздар болады. Енді пирогты қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Осылай қызарып піседі. Біздің пирогымыз дайын болды. Көп заттарды қажет етпейді және өте тез дайын болады. Жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаған болса, мені қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Әлде көптеген рецепттер болады.